Қазақ әдебиетінде төрт алыптың аты қатар аталатын. Маңдайы жарқыраған маңғазда кемеңгер әуезов бастаған, одан әрі бір сәбең қос ғабең ілескен төртеудің соңында Ғабиден Мұстафин тұрар еді. Тізімнің соңында жүрсе де, шындықты бүгіп қала алмайтын естеліктер Мұстафиннің кісілік келбеті туралы жиі сыр шертетін. Адамгершілік туралы әңгіме қозғалса, сөзіне ел ұйыған қаламгерлер алты алашқа тірек болған төртеудің тобынан Ғабиденді даралап алатын. 83-ке қараған шағында өмірден озған Ғабиден Мұстафиннің туғанына 100 жыл толды. Ғабеңді көзі көргендер баршылық. Алдымен әйгілі жазушымен 60 жыл отасқан кейуана, 90-нан асқан Зейне әжемізді тыңдайық. Ғабекеңе 25 жыл қосылдым. Ғабекең жақсы кісі еді. О, қарағым-ай. Ақылды, сабырлы. Ғабекеңнің әкесі енді атын атаймын ау енді. Атаңыз? Мұстапа деген кісі болды. О кісі де жақсы кісі еді. Сабырлы, ақылды. Сондай кісі еді. Ой, жарықтығай, жарықтығай. Кешірсін менің атағанымды. Біздің үйге келетін кісілер мына Ғабит, Сәбит, Құрманбек әртістен, Шолпандар, Сабира Майқанова. Осы сияқты адамдар біздің үйге жиі келетін еді. Біздің үйдің досы еді осылар. Сірәда бұл шаңырақтың достары аз болған жоқ. Бұл бір құт береке қонған үй болатын. Қарашал Ғабит пен Саршал Ғабиден мұнда жиі бас қосатын. Бірін-бірі ертелкеш қалжыңмен қажайтын. Қарашал серлеу, Саршал салмақтылау еді. Бұл үйден дәм татқан аға ұрпақ әлде қашан өмірден өтті. Ғабең бардағы жас буын ақсақалдық жасқа жетті. Қалың қазаққа аты мәлім жазушының шығармашылық өмірбаяны туралы тереңнен толғап естелік айтатындар да солар. Ең алғашқы танысуым әлі Сәкеннің інісі болды, Мәжит Сейфуллин деген, сол арқылы таныстым. Кейін 50-ші жылдардың бас кезінде мен Ғабиден туралы бір кітапша жаздым. Сол кезде әлгі әдебиеті тарихының очерктерін жазамыз деп Мұхтар Әуезов марқұм редакциясын басқарып, сонда Ғабиден туралы тарауды жазуға маған тапсырды да, мен сол кезде Ғабиденмен көп әңгімелестім, бірқатар материалдар алдым. Мұхаңның өзімен көп ақылдастым. Мұхаң да Ғабиден творчествосын қатты бағалайтын. Ғабиденнің 50 жылдығының кезінде литературный газетаға мақала жазған үлкен. Маған ақыл кеңесін беріп, сол тарауды жазуға кейін сонымен кітапша етіп, орыс, қазақ тілдерінде екі тілде басылып шықты. Осы тұстан бастап Ғабиденмен мен көп араластым. Жазушымен көп араласқандар қаламгердің қазақ әдебиеті мен мәдениетіндегі орнын да бағалай біледі. Бір кезде Ғабиден Мұстафин шығармаларын оқымағандардың әдеби ортада бедел болмайтын. Қазір жазушының бір кітабын қолына ұстап көрмеген талай әдебиетші жер басып жүр. Заманның сипаты өзгерді, рухани құндылықтар талай рет түрленді. Естісе Ғабиденнің атын ғана құлағы шалған, ой санасы өзге нәрсеге ауған ұрпақ өмірге келді. Бұл буынды Мұстафин шығармашылығына неге жаппай бас қоймайды деп кінәлауға болмас. Әйтсе де қалың қазақ төбесіне көтерген Ғабиденнің кім екенін солардың есіне ауық-ауық салып қойған теріс болмас еді. Ғабиден Мұстафин 20 ғасырда өмір сүрген біздің ұлттық классиктеріміздің соңы десе де болады. 20 ғасыр бізге ұлы адамдарды көп берді. Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатовтың отаршылдыққа қарсы күресіп, ұлт тәуелсіздігін көтергені өздеріңе белгілі. Кеше Жүсіпбек Аймауытов, Мағжандар, Сұлтанмахмұттар осы идеяны жырлап кетті. Ал одан кейін әдебиетке келген Сәкен, Бейімбет, Ильяс, мына Мұхтар, Ғабит, Сәбит, Ғабиден негізінен осы ұлт тәуелсіздік идеясынан туған адамдар.
Бірақ бұлардың өмір сүрген дәуірі басқа болды. Кешегі советтік дәуір үлкен қайшылықтармен өткен дәуір. Бірақ ұлттың мәдениетін, ұлттық ой пікірдің дамуына белгілі дәрежеде ықпал еткен дәуір. Ол қанша дегенмен кешегі Мұхтар Әуезовтің дәуірі, ол кешегі Сәбит Мұқановтың, Ғабиден Ғабиттердің дәуірі. Сондықтан да біздің ұлттық әдебиетіміздің осы биік дәрежеге көтеріліп, әлемдік дәрежеде танылуының өзі де осы ғасырдағы табыстармен байланысты. Бұл Ғабиден Мұстафиннің тұғырлы тұлғасы өткен ғасырдың қойнауында қалып қойды деген сөз емес. Егер екі ғасырдың тоғысында жазушылықтың жүгін арқалау маңдайына жазылғанда, Ғабиденнің қалам қуаты талай міндетті атқарар еді. Бас аяғы 2-3 класс қана мектепте оқыған, сосын өз бетінше ұшан теңіз білім жинап, жазушылар одағының төрағалығына дейін жеткен, Республика ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланған тума талант өз дәуіріне мінсіз қызмет қылды. Сонда да жазушының өзіндік ой пікірі, ұстанымы халқының мүддесінен алшақ кеткен жоқ. Ғабиден негізінен өз заманының жыршысы болды. Бұны кезінде мақтаған уақытта осы өз заманының, советтік заманның тақырыптарын жырлады деп мақтадық. Бірақ мәселе тақырыпты жырлауды емес, қалай жырлауда ғой. Заман қай кезде болса да халықтікі. Әр заманда халықтың өз өмірі, өз тіршілігі, өзінің арман, мұңы, идеалы болады. Советтік заманда да халық армансыз, мұңсыз болған жоқ. Өзінің арман тілегі, өзінің еңбегі, сол ғасырды қайткенде де халыққа пайдалы ғасыр етеміз. Халыққа қайткенде де жақсылық келеді деген бақытты жұмыс істеген ғасыр. Ғабиден осы идеяны жырлаушы болды. Ғабиден шығармаларының проблемаларын алып қарасаңдар, оның бірыңғай тақырыпты құлдырап кетпегенін, адам баласына, адам затқа керек үлкен ұлттық идеяларды көтергенін көреміз. Ғабиден ұлттың жазушысы болды. Оның кейіпкерлері қазақтың кең даласының қарапайым адамдары. Ол өзі сомдаған қаһармандарға қазақы мінез дарытты. Жазушы шығармаларының ұлттық бояуы айқын көрініп тұрды. Ғабиден ешкімнің ырқына көнбейтін, дара қолтаңбасы дербес пікірі бар кейіпкерлерді өмірге әкелді. Заманның сипаты өзгерсе де, сыны кетпейтін, сыры өшпейтін ойлы образдар жасады. Ғабиден шығармалары 40-шы жылдардың орта тұсынан бастап үлкен әлемдік аренада таныла бастады. Оның алдында да бір қатар шығармалары шықты. Сонда ең алғашқы танылған романы Шығанақ болатын. Шығанақты бүгін қайта оқысақ, көзіміз жетеді. Шығанақтың тақырыбы мәңгілік тақырып. Ол адам менен, шаруа менен жердің мәселесі. Шаруа мен жер дегенде қай заманда болсын, жазушылардың арғы бергі тарихында көп көтерген тақырып. Ғабиден осыны мына жаңа жағдайда, жаңа қоғамдық қарым-қатынастардың жағдайында көтере білді. Ғабиденнің геройы Шығанақ өмірде болған адам. Соның бір сөзі бар. Мен өмір бойы тарыдан мол өнім алу үшін күресіп келе жатырмын. Әкемнің әкесі жерді ағаш соқамен жыртты. Әкем оған темір соқаны қосты. Мен бұған шығырды қостым. Осының барлығы қайткенде өнім мол алудың тіршілігі дейді. Яғни шаруа қайткенде жермен кәсіп етіп, содан мол өнім алу өзінің тіршілігін жақсарту үшін күрескен. Ендеше ол Ғабиден ойлап тапқан проблема емес, үлкен заманның проблемасы. Ғабиден мұны жаңа заманның идеясы тұрғысынан шешеді. Ол коллективтік шаруашылық, яғни ұжымдық шаруашылықтың үстемдігі. Жеке шаруаның күні өтті. Енді ұжымдық шаруашылық керек. Осы ұжымдық шаруашылық жағдайында, техниканы игерген жағдайда, осы Шығанақтың қолы жеткен дүниесіне қол жеткізуге болады дейді.
Осы тұста кеңестік жүйенің саясатына үздіксіз үн қосқан Ғабиденнің шығармалары бүгінгі таңда өміршеңдігінен айырылып қалған жоқ па деген сауал туындайды. Мұстафин қалай болғанда да социалистік жүйедегі еңбекті дәріптеді. Ал ол жүйенің аяқ аспаннан келгелі қашан? Заман талабы тұрғысынан шебер қиюластырған дүниелерден кейінгі ұрпақтың алары не болмақ? Бірақ бүгін ұжымдық шаруашылықтар тарап жатқан заманда Ғабиден идеясы теріс екен деп айтуға болмайды. Бұл арғы замандардың өзінде де қанша дегенмен социализм идеясы, капитализм идеясы қатар өрістеп, көп ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан дүние ғой. Бүгін социализмді құлатып, капитализмге қайтадан аяқ басқанменен біз социализм жаман еді деп айта алмаймыз. Социалистік қарым-қатынастардың өзі адам баласының ойын толғаған. Адам қайткенде жақсы өмір сүреді, қайткенде жақсы қоғамға жетеді деген көзқарастан туған нәрселер. Ғабиден осы идеяны қолдаған уақытта негізгі сол кездегі колхоз құрылысының жеткен табыстарына сүйеніп жазды. 32 жылғы аштықтан кейін, алғашқы колхоздардың әлгі ыдырап берекесі кеткеннен кейін колхоз құрылысы бір жаңаша бет алысқа шыққан еді. Осы кезде шығанақтар шықты. Осы кезде ол жебектердің проблемасы да біздің әдебиетте ғана емес, жалпы дүниежүзілік әдебиетте көп көтерілген проблема. Кезінде орыс әдебиетінде де бұл Брускийде, баяғы Панферттің романында, кімнің Твардовскийдің әлгі «Страна Муравия» деген поэмасында барлығында көтерілген. Ол колхозшы жер іздеп барып шығанақтарға тап болды да, ақырында сол шығанақпен бірге кейін ұжымдық шаруашылықта өзінің ойлаған мақсатына жетті. Шаруа ол жебектердің арманы жер мен кәсіп ету, соған ешкім бөгет жасамаса деген идея болатын. Міне осы идеяға бүгін қайта оралып отырмыз. Ғабиден Мұстафин шығармаларына заман алтауысса да өзгермейтін, өлмейтін тақырыптарды да арқау етті. Ғабеңнің кейіпкерлері қасаң жүйенің жалаң ұранының жетегінде жүретін кісілер еместі. Сезім дүниесі, жан байлығы оларға да жат болмайтын. Ерен еңбектің эпопеясы саналған шығанақ романы адами сезім, рухани дүниенің көрінісін байқатқан шынайы шығарма ретінде де әдебиет тарихында қалды. Осы шығармасының ішіндегі тағы бір жаңа идеяны айта кетейін мен. Осында қазіргі жастар қандай жағдайда тәрбиелену керек? Ендігі біздің жастардың махаббаты, жастардың ара қатынасы, бірімен-бірінің сүйіспеншілігі қандай қарым-қатынаста дамуы керек деген мәселені Ғабиден көтереді. Сонда Амантай Жамбата деген геройлары бар. Бұларды да еңбек адамының тұрғысынан қарайды. Жалпы совет әдебиетінде ең негізгі проблема болып, адам жана оның еңбегі алынды ғой. Адамды адам болғандық үшін ғана суреттемейді әдебиет. Адам қоғамға пайдалы не істеді? Өзінің еңбегіменен не көтерді? Әдебиеттің негізгі проблемасы осы болды. Бұл да кешегі Чернышевский жазған кезінде. Чернышевскийдің әлгі эстетические отношения искусства к действительности деген еңбегінде осы адамды еңбегімен бағалау деген проблема көтерілген. Сонда осы Ғабиден көтерілген әсемдіктің түрлері, шаруа қызының әсемдігі мен аристократ қыздың әсемдігі қандай болу керек? Шаруа қызы кішкене тотыққандау болуы мүмкін, балтыр жуандау болуы мүмкін, қара торы болуы мүмкін, анандай ақ болмауы мүмкін, бірақ ол өзінің еңбегімен бағалы деген. Ғабиден мысалы осыны қайталады. Бұл да Ғабиденнің өзелеп тапқан дүние емес, ғасырлар бойы біздің әдебиетте де, тарихта да келе жатқан идеялар болатын. Мұстафин көрген білгенін, бастан өткенін шығармаларына арқау етті. Жазған дүниелерінің шынайы болатын себебі де сол. Өзі жақсы білетін тақырып қаламгердің шоқтығын биіктете түсті. Қарағандыны жазды Ғабиден, өндірісті жазды, кейін миллионерді жазды. Миллионердің тұсында Ғабиден баяғы
ауыл шаруашылықты жақсы білетін қатардағы қарапайым адамдар, үлкен өндірістік білімі жоқ, ауыл шаруашылық жоғарғы білімі жоқ адамдар басқарып келген колхозды енді ғылыми техникалық прогрестің заманында биік дәрежеге көтеру үшін маман кадрлар басқару керек деген идея көтерді ғой. Ауыл шаруашылығын барлық жағынан техникаландыру керек, ауыл шаруашылығының барлығын механизациялау керек деген идеялар көтерілді. Бұл кезінде жаман идея болған жоқ. Ғабиден романдарының әлемге тез таралып кетуі осы көтерілген проблемаларының мықтылығымен болды. Шын мағынасында қарайтын болсақ, Ғабиден Мұхтар Әуезовтен кейін орыстарға танылған біздің екінші жазушымыз. Ғабиденнің миллионері, Ғабиденнің шығанағы кезінде Абай жолы романымен бірге Фадеевтің аузына тиді да, Фадеев оны шетелге барып айтты. Абай романыменен Ғабиденнің миллионері шетелдің көптеген тілдерін аударылып кетті. Сәбитті де кейін Ботагөз арқылы, Ғабитті де қазақ солдаты арқылы кейін таныды ғой. Бұл жағынан да Ғабиден өз заманының бір бақытты жазушысы. Ғабиденнің тағы бір бақыты балалары. Бір ұлы мен екі қызы халыққа кең танымал кісілерге айналды. Қазақтың көз аурулары ғылыми зерттеу институтының ұзақ жылдар бойы директоры болған профессор Жанар Ғабиден қызы Мұстафина әлі де дәрігерлердің сапында. Республиканың бас көз дәрігері, институттың құрметті директоры. Ал әйгілі фототілші Қайрат Ғабиденұлы Мұстафинның есімі жалпақ жұртқа кең танымал. Шығармалары сапалы жазушының балалары да өнегел азамат болып қалыптасты. Түні бойы жұмыс істейтін, онда темек тартатын. Біз тұрамыз сағат 3-4 па жұмыс істейтін. Таңертең қарасам, бәрі қағаз қасында. Сосында есімде қалғанымыз, папамыз өте сондай, былай қарағанда, сондай строгий кішкене кісі болғанда, бірақ ондай мінез емес. Балаларға өте сондай жұмсақ мінез болған. Өте балаларды жақсы көретін. Қашан менің тіпті есімде қалған жоқ, былай ұрсып бірдемені айтқаны, сондай дауысын көтеріп, ондай болған жоқ. Әрине, әрбір әке өзінің баласын сүйеді ғой. Бірақ бұлай таңдап айтпайды, наны өте жақсы көремін, наны ма? Біз үшеуміз жүреміз, сонда кішкентаймыз, айтамыз, папа, кімді жақсы көресің? Сонда есімде қалған, бұлай қасымызда бәріміз отырамыз ғой, сонда айтады, сен менің бриллиантым, біз ойлаймыз, маған айтқан ба? Сен менің аман жиғаным дейді, сен менің яқонтым дейді. Сонда әрбіріміз ойлаймыз, ол кім дейді. Сосын айтады қайтадан, кім әке баласы? Мен деп қоямыз. Сонда Қайрат, мен, Майя, үшеуміз ғой. Сосын кей уақытта айтады тағда, біз сосын айтамыз, яхонт дегені, ол қазір сапфир дейді ғой. Сосын кім яхонт, кім бриллиант, кім жексін деп қояды. Сонда күлеміз. Вот сондай мінездері жақсы. Фотокорреспондент Қазтагта 10 жылдай болдым. Сосын одан кейін жазудан бастап, одан кейін ол ауысты жалыннан кейін өнерден пенсияға шықтым. Сол кезде үлкен кісілермен көп жүрдім. Енді былай айтқанда, ауылға барғанда сауыншылардан бастап, алай барғанда демеке мен көп жүрдім, Брежневпен талай жүрдім. Сол көбінесе хроникальный үлкен кісілер маған тапсырған еді. Вот мынау суреттер мысалы Сурков келгенде Нұрмалдардың ауылында дважды екі қатары герой Аллабергенов. Сонда әкеміз қасында жүрген атында Ғабит бар. Мынау 64 жылы Қаракөлеңкеде тұрғанда Ғабит Махмудович как раз Раяға үйленген. Сонда медеу месяц кезінде Ғабиттің сол өсіп тұры. Ғабиден халық ішінде мейлінше беделді кісі болатын, өзі мінезді, өзі ақылды, байсалды, сабырлы кісі еді ғой, жарықтық. Мен онымен енді көп қарым-қатынаста болдым, семьялық қарым-қатынастарда да. Ал бірақ осы ойлы сөйлейтін жазушылардың ішінде де өзінің
кеш көрінгеніменен алғы романдары қырғыншылардың бер жағында одан бұрын шыққан әдебиетшілердің бәрінен де биік бағаланып кеткендігі осы өзінің де талантымен бірге ақыл ойына байланысты. Жалпы адамды қарым-қатынастарда бір сөзділікте, тұрақтылықта Ғабиденге тең келетін жазушы болған жоқ, бізге шынын айту керек. Ғабиден екі сөйлеуді білмейді. Әйгілі жазушыны қаламгерлігіне қоса, осы қасиеті де халқының ықыласына бөледі. Ел Ғабиденді Құдайдай сыйлады. Алтын басын пендешіліктен жоғары қойған үшін, айқайшудан алыс жүрген үшін. Сыбаға бөлсем деп жан алысып, жан беріскен өлермендердің тірлігіне араласпаған үшін, әдемі қартайған үшін, сұлу да сырбаз ақсақал болған үшін. Сол сырбазда салмақты Ғабиден қажет жерінде бір беткейлігінде көрсеткен. Басшы болған жылдарда ар-намысқа сын болған талай белестен сүрінбей өткен. Жақсы жазушы ғана емес, жайлы жетекші де бола білген. Ғабиден екеуі кезек бірінен кейін бір ауысып жазушылардан бастық болып жүрді. Баяғыда бір министрліктер тарап Совнархоз деген құрылып, Совнархоз құрылған кезде ет сүт министрлігі дегеннің үйін жазушылар одағына берді. Министрлік тараған кезде оны Ғабит еді, сол кездегі бастық осы Ғабит осы жазушылар одағының үйін сонда алып қалды. Сосын артынан қайтадан Совнархоз тарап әлгіді қайтып аламыз деп, сол кезде Ғабиден бастық еді. Содан кеше Ғабиттің алып берген үйін енді сен қайтарып беріп қойсаң, енді сенің сүйегіңе таңба деп біреулер қайрады да, Ғабиден соған көнбей қойды ғой. Осы Қонаев неше қайтара шақырды. Ең соңында Қонаев звонить еткенде, өзі сөйлескенде мен телефонда отыр едім, келіп берсіңіз деп сұрағанда, тағы үй мәселесі ме деді Ғабиден. Мен кабинетімде отыр едім. Иә деп, онда мен алып тастаңдар да, үйлеріңді ала беріңдер, мен отырғанда ол үйді бермеймін дейді. Сондай ақыл, сондай бірадер, сондай жақсы адамшылық. Өзіміз енді қазір Құдайға шүкір, талай жасқа да келдік. Немереміз бар. Ойлаймын, қандай біз бақыттымыз. Өйткені әкеміз болғанда, біз жас ондай бала болсақ та, сондай жақсы кісілер біздің үйге келген. Сондай ақылды кісілер, сондай мәдениетті кісілер. Илья Самарович, Ғабит Махмутович, дядя Сабит, Мұқан, Серік Керабай, олар уже жастар. Сондай үй у-шу болып, сондай жақсы әңгімелер болып, сондай жақсы сөздер естідік. Қаламын қолына ұстаған жазушы Ғабиден қандай парасатты болса, өмірдегі қарапайым тұрмыстағы Ғабиден де сондай шебер еді. Қолынан келмейтіні жоқ болатын. Бірде Ғабит Мүсіреповке қажет кезінде отырғышқа айналдыруға болатын таяқ жасап беріпті. Сары шалдың бүкпесіз көңіліндей бұл ерекше сыйлық қара шалдың мұражайында әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Ана Қарғалыда бір 20 жылдай тұрды. Сонда анау үй салған. Сосын көп ағаштар еккен. Сол ағаштар қазір 2-3 этаж үйде болып тұр. То есть әкеміз жоқ, өзі салған. Сол ағаштар бар, бір саймандар бар, бір стол, анау-мынау, қол сондай шебер болған. Сосын өте жерді жақсы көретін. Сосын біз бұлай келеміз ғана дачада бірдемені жердің қасында болсақ, күліп отырады, бізге қарап, рақаттанып, сондай жақсы көретін. Адамның енді қазіргі хобби деген газетке де жазып, хоббиің не тіршілігің бар дегенді көп сұрап жүр ғой. Біз айта да бермейтін. Ғабиден өзінің бір анкетасында жазғаны бар. Немен шұғылданасың, нені жақсы көресіз дегенде, жақсы көретін бір нәрсем бар, бірақ оны айтпаймын, ұялам деген бір сөзі бар өзінің анкеталарында. Сондағы сол айтпаймын деп отырғаны қарта болады. Ғабиден мен Ғабит қартаны көп ойнаған адам. Мен осы екеуімен компаньон болдым. Осы екеуіменен менің
семьялық қарым-қатынастарыма да көп әсер еткен. Ол Ғабит жөнінде де жазған естелігім бар, Ғабиден жөнінде жазған естеліктерім бар. Сондықтан да ол жөнінде. Жайшылықта мына қарта деген өзі қиын нәрсе ғой. Адам қолы шықпаса кішкене ренжіп, мазасызданып, сөйтіп отырады ғой. Мына біздің бірін қарашал, бірін сарышал деушілік. Қарашал Ғабит кішкене қолы шықпай құлап қалып, үйтіп бүйсе кішкене ренжіп, шалабілдің күреп қалып отыратын Ғабиден деген кісі маңғазет. Күні бойы бір күн отырып ойнағанда, бір күн қолы шықпағанда да бір қалпын бұзбайтын адам еді. Мен көбінесе сол жазушылармен көп жүрдім. Сәбитпен де жүрдім, Ғабитпен де жүрдім, Әлжаппармен де жүрдім. Басқа жазушыларды бәрін айтасақ көп уақыт кетер. Жазушылар туралы менің өзім архивім үлкен. Жас кезінен олар 47 жылдан бастап ептеп суретке үйрендім. 47 жыл Дихан Абилев соғыстан келгенде маған туған күніме фотоаппарат берді. Содан бастап мен үйрене бастадым. Сосын енді сол штатқа кіріп кадр дегенде 53 жыл қазақ әдебиетте бастадым. Одан кейін біраз істеп, сосын Қазтапқа көштім. И сол барғанда, сол юбилей бірдемелер болғанда, сол аппаратсыз бармаушы едім. Қайрат Мұстафиннің Құдай оңдап, фототілшілік өнердің жалына жармасқаны дұрыс бопты. Алталашқа әйгілі әкесінің ғұмырының әр кезеңін суретке тартып, ұлт тарихының еншісінде қалды. 80-нен асып өмірден озған Ғабиден Мұстафин 40 жыл бойы Қайраттың фото-объективінің қарауылында болды. Парасатты перзент тек өз әкесінің бейнесін шаңырақтың аясында ғана қалдырмай, ұлы міндет атқарып жатқанын жақсы білетін. Қазақтың кәсіпқой фототілшілерінің бір атанған кіші Мұстафин, үлкен Мұстафиннің мінез құлқын дөп басатын суреттерді қалыпқа тарту етті. Қайраттың қолымен жасалған жансыз бейненің өзі сөйлеп тұрады. Оның шығармаларына Ғабиден Мұстафин ғұмырнамасы деген ортақ атау беруге де болар еді. Ол әкесі өмірден өткенше ақсақалдың тіршілігінің әр сәтін тарихта қалдыруға тырысып бақты. Соңғы рет сол өлердің алдында 1-4 ай бұрын. Как раз Карагинге келдім, отыр, аппаратым сумкада шығарып, сол соңғы рет сол жерде сүрген едім. Сол сурет не мынау. Сарышалдың тірліктегі соңғы айлары сынаптай сырғы бүтіп жатқан шақ. Кәдімгі Ғабиден Мұстафин. Бар болмысы осы. Бұл қара жердің қойнына қос ғабеңнің кететін жылы. Қазақ әдебиетінің қос діңгегі жығылған жыл. Қара сөздің қас шебері Ғабит Мүсірепов. Кешегі өткен Ғабиден досқа енді 2 жыл жүрсек жетпей ме дегенім бар еді. Сол мөлшерім мөлшер болды деп соңғы хатын жазатын жыл. Жас кезіміз біз әкеміз Қызыл туда істеді Новосибирскеде. Новосибирскеде газет болды, соны істедік. 4-5 жылда сонда тұр. Сосын 38 жыл мұнда көштік. 38 жыл көшкенде квартира жоқ, іштеме жоқ. Сол Сәбит Мұқановтың үйінде жарты жылдай тұрдық. Сосын қазіргі телевизия тұратын жерде бір кішкентай үй болды, жекеменшік сол жердің бір бөлме, сонда тұрдық. И содан бастап Алматыда тұрмыз, сосын көшейін. Өзімізді байқамай 70-тен асып қалдық. Бірақ мен өзімді бала деп есептеймін. Ол неге? Осы қатарларымның арасында шешеміз 94-ке келді, өзім 70-тен астым. Мен өзім бақытты адам деп есептеймін. Жас кезімде Жамбылды көрдім, әкем көрсеткен. Сосын мұқандарымен араластым. Ғабитпен проферанс талай ойнадық, талай қызықтарды көрдік. Мұқановпен талай жерге Сәбен Қайрат жүрмен біраз земге отырғызып, сонымен бірім. Сол жазушылармен көбін көрдім. Кей вақтарда дачаға келгенде,
қонып қаламыз. Сағат 10-11 қандай тамаша уақыт болған. Бірнеше шапан болады папада, сонда жылы киініп жүретін. Онда суық, жаз, сағат 11-12 бізге өзінің шабанын береді, өзінің телогрейкасын береді, тағда бірдемені беріп бәріміз киіп отырамыз. Сосын бәрі ұйықтайды, ана шезлонг бар, сонда отырамыз, былай үндемей отырамыз. 1-2 сағаттай таяғымдай алып отырады, ойланып отырамыз, аспанға қараймыз. Вот сол уақыт көздің алдында тұрады. Ендеше қазақтың ардақтылы Ғабиден Мұстафин қаптаған оқырманының да әлі күнге дейін көз алдында. Көзі тірісінде қасиетін жоғалтпаған ақсақалдың аяулы бейнесі Алаштың көшін бастаған алыптардың тобында асқақтап тұр. Дүние аман тұрғанша солай болмақ.